Бір келіншек күнде екі табанан пісіріп, біреуін өзі талғажау етіп, біреуін терезесінің алдына қояды. Терезе алдына қойған табананды көшеде өтіп бара жатқан кез келген адам алып кете алады екен. Нанды күнде терезе алдына қойғанда, басқа қалаға кетіп, содан бері еш хабар-ошарсыз жоқ болып кеткен баласының аман келуін тілейді екен. Бірде нанды аяғын сілтіп басатын қаңғыбас шалдың алып бара жатқанын байқап қалады. Алайда шал алғыс айтудың орнына жамандық қылсаң өзіңе, жақсылық қылсаң өзіңе деп кетеді. Байқаса, нанды күнде осы шал алады екен. Таң ата терезені бағып тұрады. Нанды көре сала дорбасына салып алып, манағы сөзді айтып кетеді. Бұл әйелдің ашуына тие бастайды. Қаңғыбас шал алғыстан гөрі қарғыс айтып кететіндей әсер қалдырып жүрді. Және ол дәндеген шалдан оңайлықпен құтылмасын біліп, ашуланып, сол күнгі табананға у қосып қояды. Бірақ жеме-жемге келгенде у қосылған нанды терезе алдына қоюға әйелдің қолы бармайды. Ол со бойда істегеніне өкініп, нанды жалма-жан отқа тастап жібереді. Сосын басқа нан пісіріп терезенің алдына қояды. Бұрынғыша қаңғыбас шал келіп, көз-көз қолмен алып жатып, жамандық қылсаң өзіңе, жақсылық қылсаң өзіңе дейді бетіне қарап. Сол күні кеште біреу әйелдің есігін қағады. Ашса, жоғалып кеткен ұл екен. Түрінен түр жоқ, киімі жыртылған, өзі жүдеп жадап кеткен. Анашым, мен сені ешқашан көрмеймін деп ойлап едім. Жұмыс іздеп басқа қалаға барғанымен жолым болмады. Ақыры елге оралғанда бір бұзық жігіттер жолығып, мені жолда аяусыз ұрып-соғып тонап кетті. Ес-түссіз жатқан жерінде аяғын сілтіп басатын қаңғыбас шал тауып алып, мен ес жиғанша күнде тамақтандырып жүрді. Күніне бір табанан тауып әкелетін. Күнделікті азығын екіге бөліп, нанның жартысын маған, жартысын өзі жейтін. Адамның жүрегінің таза болуы сырт бейнесімен өлшенбейді екен. Мен осыны түсіндім, дейді ұл құшақтап тұрып. Мұны естігенде әйелдің көзі қарауытып, басы айналып кетеді. Бүгін ғана шайтанның арбауына еріп, шалға уланғаннан бергісі келді емес пе? Онда қаңғыбас шалмен бірге ұлы да көз жұмар еді ғой. Сонда ғана әйел қайыршының сөзінің мағынасын түсініпті.